Осы сабақта біз irregular verbs, қазақша айтқанда бұрыс етістіктерді үйренетін боламыз. Жалпы ағылшын тілінде етістіктер өткен шаққа алмасуына байланысты regular verbs, яғни дұрыс етістіктер, және irregular verbs, бұрыс етістіктер болып екіге бөлінеді. Екеуінің негізгі айырмашылығы қандай? Мысалы, мына fix, open сияқты regular verbsтерді алып көрейік. Бұл сөздерді өткен шаққа алмастыру өте оңай, бар болғаны ed жалғауын жалғаймыз. Мысалы, міне fix деген сөзге ed жалғауын жалғаймыз, ал open деген сөзге ed жалғауын жалғаймыз. Мысал жасап көрейік. I fixed the car. Мен машинаны жөндедім. Немесе opened деген сөзбен I opened the window. Мен терезені аштым. Және жалпы өткен шақта етістіктің үшіншіде формасы болады. Бұл past participle деген формасы perfect етістік түрлерінде passive voice'та қолданылатын етістік түрі. Regular verbs үшінші формасы кезінде де өзгермейді, сол ed жалғауымен жасалынады. Fixed және opened болады. Бұл сөздермен де мысалы present perfect'тағы сөйлем жасап көрейік. I have fixed the car. Мен машинаны жөндеп қойдым. Ал opened пен perfect'та етістік жасайтын болсақ, мысалы I have opened the window десек болады. Мен терезені ашып қойдым, ашып тастадым деген мағынаны білдіреді. Немесе passive voice'та да сөйлем жасауға болады. Passive voice'та the car is fixed дейміз. Машина жөнделді деп сөйлемді жасаймыз. Яғни regular verbs'тің өткен шақтағы past simple'дағы түрі және мынау perfect етістік түрлерінде passive voice'та пайдаланатын түрі бірдей, барлығы ed жалғауы арқылы жасалынады, оңай жасалынады. Ал irregular verbs, яғни аты айтып тұрғандай, бұрыс етістіктер, дұрыс емес етістіктер мына ed жалғауы арқылы жасалынбайды. Бұл етістіктер кішкене басқаша жасалынады. Осы етістіктермен танысып көрейік. Бірінші сөз, мысалы, begin деген сөз аудармасы бастау болып аударылады. Began, яғни ed жалғауы емес, кішкене басқаша өткен шақта жасалынады. Began болса past participle, яғни perfect етістік түрлерінде passive voice'та пайдаланатын түрі, ол да ерекшеленеді. Мұнда a әрпі болса, мұнда u әрпі began болады. Мысал жасап көрейік. Мысалы, we began the party дейік. Біз кешті бастадық деген сөйлем. Немесе began деген сөзбен passive voice'та сөйлем жасайық. The party is begun. Кеш басталды деген сөйлем. Келесі сөздер, break деген сөз сындыру, ал өткен шақтағы түрі broke, ал үшінші формасы broken болады. Мысалы, келесі сөз blow деген желдің есуін, немесе шарды үрлеуді білдіретін сөз. Өткен шақта, яғни past simple түрі екінші формасы blew болса, үшінші формасы blown болады. Мысал жасап көрейік. You blew up all the balloons. Сен барлық шарларды үрледің деген сөйлем. Blew деп, мына blew деген сөзді қолданамыз. Келесі сөздер, build деген соғу, салу деген сөз, үйді салу, бір нәрсені соғу дегенді білдіретін етістік түрі. Өткен шақта build екінші, үшінші формасы бірдей болады. Яғни мына етістіктердің ешқайсысы regular verbs, яғни дұрыс етістіктер сияқты ed жалғау арқылы жасалынбайды. Buy деген сатып алу, екінші, үшінші формасы bought. Come деген келу, came болады. Catch деген ұстау, мысалы балық аулауды айтады, допты ұстауды білдіретін етістік түрі. Код болады. Келесі етістікпен танысайық. Choose деген таңдау деп аударылады. Екінші формасы chose болса, үшінші формасы chosen болады. Осы екі сөзбен де мысалдар жасап көрейік. Жалпы мына екінші формасы, етістіктің мына екінші формасы past simple'да пайдаланылады. Мысалы, I chose blue color деген сөйлем жасасақ болады. Мен көк түсті таңдадым. Ал past participle, яғни мына етістіктің үшінші формасы, бұлар perfect етістік түрлерінде, passive voice'та және кейде сын есім ретінде де пайдаланылады. Мысалы, perfect пен сөйлем жасап көрейік. I have chosen the decoration. Мен декорацияны таңдап қойдым
деген сөйлем. Келесі пассив войстағы сөйлем жасап көрейік. The decoration is chosen. Декорация таңдалды. Келесі сын есім ретінде кейде бұл етістіктерде пайдаланады. Мысалы, he was very successful in his chosen career. Ол өзінің таңдаған карьерасында үлкен жетістікке жетті. Қандай карьерасында? Таңдаған карьерасында деп осындай сөйлемдер жасасақ болады. Басқа да етістіктермен танысайық. Cut деген кесу, қию дегенді білдіреді. Екінші, үшінші формасы дәл cut болады. Яғни бұл етістіктердің барлығында иде жалғанбайды. Бұл етістіктер екінші және үшінші формасы кішкене басқаша болады, немесе мүлдем өзгермеуі де мүмкін. Do деген етістік істеу деген сөз, өткен шақтағы did, ал үшінші формасы done болады. Draw деген сурет салу, drew, drawn. Drink деген ішу, drank болады. Eat деген жеу, екінші формасы, яғни past simpleдағы түрі ate, ал үшінші, яғни perfect етістіктерінде passive voice'та пайдаланатын түрі eaten болады. Fall деген құлау, fell, fallen болады. Feel деген сезу, сезіну, felt, яғни екінші, үшінші формасы бірдей. Fight күресу, fought. Find деген табу, found болады. Басқа да етістіктермен танысайық. Fly деген ұшу, flew, flown. Forget деген ұмыту, forgotten дейміз. Get деген жету, бір нәрсеге жету деген мағынаны білдіретін етістік got болады. Give беру, gave, given. Go деген бару, екінші түрі went болады, ал үшінші формасы gone болады. Grow өсіру, grew, grown. Have деген бар болу деген сөйлем, яғни етістік had болады. Hear деген есту, екінші, үшінші формасы бірдей heart болады. Hide деген тығу, hidden дейміз. Hold деген ұстау, held деп екінші, үшінші формасын жасаймыз. Keep деген ол да ұстау, мысалы уәдені ұстау, уәдеге берік болу деген мағыналарда пайдаланатын сөйлем, сөз болып табылады. Kept болады. Know деген білу, knew, known. Leave деген қалдыру, бір нәрсені қалдырып кету деген етістік left болады. Lose деген жоғалту, lost болады. Make деген жасау, made. Meet деген аудармасы кездесу, met. Pay деген төлеу, paid дейміз. Келесі етістіктер put деген қою, үстелдің үстіне бір нәрсені қою деген мағынада пайдаланатын етістік put дейміз. Read деген оқу, ал екінші, үшінші формасы read деп жазылғанымен read болып оқылады. Read дейміз. Ride деген айдау, мысалы велосипед айдау, велосипед тебу деп аударсақ болады. Road, ridden дейміз. Ring деген қоңырау шалу, rang. Run деген жүгіру, бұл да run болады. Say деген айту, said. See деген көру, saw, seen болады. Sell деген сату, sold. Send деген жіберу, sent. Яғни мына етістіктердің барлығы past simple'да пайдаланады. Ал мына етістік үшінші формасы, яғни мына негізгі етістіктердің үшінші формасы perfect етістік түрлерінде, passive voice'та және кейде сын есім ретінде де пайдаланады. Show деген көрсету, showed, shown болады. Sing деген ән айту, ән салу дегенді білдіретін етістік sang болады. Sit деген отыру, sat. Sleep деген ұйықтау, slept. Speak деген сөйлеу, spoken дейміз. Spend деген өткізу, уақыт өткізу мағынасында пайдаланатын етістік spend болады. Келесі етістіктермен танысайық. Stand деген орнынан тұру деген мағынадағы етістік stood болады. Steal деген ұрлау, stolen. Swim деген жүзу, swam болады. Take деген алу, took, taken. Teach деген оқыту, taught
тот, яғни екінші, үшінші формасы бірдей. Яғни кейбір етістіктерде екінші де үшінші формасы бірдей болады. Мысалы, мына win деген етістікте, жеңу деген етістікте екінші, үшінші формасы бірдей. Won болады. Дәл солай, мұнда stood, spent бірдей. Келесі сөз tell деген айту, told. Think деген ойлау, thought. Throw деген лақтыру, мысалы, допты лақтыру мағынасында пайдаланатын етістік thrown болады. Understand деген түсіну, understood болады. Келесі wake деген ояну, wake up деп қолданылады көбінде. Екінші, үшінші формасы woken болады. Wear деген киіну, worn болады. Win деген жеңу, won. Ал write деген жазу деп аударылатын етістіктің екінші формасы wrote, үшінші формасы written болады. Сонымен біз осы сабақта irregular verbs, яғни бұрыс етістіктермен танысып шықтық, және оның regular verbstен айырмашылығын түсіндік. Яғни regular verbs дұрыс етістіктер кезінде етістіктің екінші, үшінші формасының жасалуы өте оңай, бар болғаны ed жалғанады. Ал irregular verbs кезінде бұндай етістіктерге ed жалғау жалғанбайды. Бұлар кішкене екінші формасы және үшінші формасы кішкене өзгеретін етістіктер. Және бұл етістіктердің екінші формасы past simple кезінде қолданылса, үшінші формасы perfect етістік түрлерінде, passive voice'та және кейде сын есім ретінде пайдаланады. Жалпы мұнда екі ғана етістік келтірілгенмен regular verbs өте көп, яғни ed жалғау жасалынатын етістіктер өте көп, ал бұрыс етістіктер міне тізімі осындай, әрине бұдан да кішкене көп, бірақ негізгі етістіктер осы етістіктер болып табылады.